Садақаны дәулетіңе сай бер. Тарғын деген бал сататын саудагер екен. Күндердің күні бал толтырылған бөшкелерді тиеген кемесі жағаға келіп тоқтайды. Қолында шағын ыдысы бар бейтаныс қарт әйел келіп, саудагерден аз ғана бал сұрайды. Алайда саудагер бермейді. Кейуана да дауласпай жөніне кетіп қалады. Тарғын өзінің көмекшісіне әлгі кейуананың үйін, мекен-жайын тауып, бір бөшке бал жеткізіп беріңдер деп тапсырады. Көмекшісі құп болады деп, артынша кішкене ғана бал беруден бас тартып, соңына бір бөшке бал беруіңіздің сыры неде деп сұрайды. Тарғын: балам, ол кейуана өзінің шамасынша сұрады, ал мен өз шамама сай берудемін деген екен. Егер садақа беруші бұл құлшылықты шынайы түрде жете түсінсе, беріп жатқан қайырымдылығы кедейдің қолына тимей жатып, Алланың құзырында қабыл болатындығын білсе, алушының рахатынан берушінің рахаты басым екенін ұғынар еді. Садақаның көл-көсір пайдасын қысқада нұсқа етіп айтар болсақ, садақа жәннат қақпаларының бірі. Садақа ең ізгі амалдардың қатарынан. Садақа қиямет күні иесіне сая және көлеңке. Садақа жаратқанның қаһарын, қабірдегі аптап ыстықты басады. Садақа марқұмға сауабы тиетін ең қайырлы амал. Садақа адамның жанын тазалап, сауабын еселей түседі.